Орталық коммуникациялар қызметінің өңірлік филиалында мемлекеттік қызметтің ұсынылуы мен оны жетілдіру туралы айтылды. Мәселен, облыстық әділет департаментінде әкімшілік кедергілердің санын азайту мақсатында онлайн жүйеде заңды тұлғаларды жылжымайтын мүлікті тіркеу мен лицензиялау жүргізіліп келеді. Әлеуметтік маңызы бар категориялардың бірі алименттер төлеу мәселесі. Қазіргі күні мемлекеттік сот орындаушылар алимент төлеу қажет. 4873 өндіріс бойынша жұмыс істеуде. Так, в пункте 27 плана нации 100 шагов отмечено о дальнейшем развитии института частных судебных исполнителей и поэтапное сокращение государственных судебных исполнителей. В настоящее время на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 48 частных судебных исполнителей, 44 из них действующие частных судебных исполнителей. На сегодняшний день все районы области частными судебными исполнителями нами охвачены. Сонымен бірге Ақжар ауданы Ащыкөл элеваторының жұмысшылары жалақы ала алмай отыр. Олардың алдындағы элеватордың қарызы 7,4 миллион теңгені құраған. Қазір сот орындаушылар осы қарыздарды жұмысшыларға қайтару мақсатында жұмыс істеп жатыр дейді. Жер қатынастары төңірегіндегі мемлекеттік қызметтің сапасы да сөз болды. Бүгінгі таңда жеке тұрғын үй салуға Петропавл қаласында жер кезегінде 7722 адам тұр. Бұл 2005 жылдан бері жиналған жер кезегі. Тек биылғы жылдың 10 айында 1200 адам жер алуға кезекке тұрған екен. Поселок Солнечный рассчитан на 2094 земельных участков. Сейчас разрабатывается ПСД на канализацию, имею в виду на электроснабжение и водоснабжение. И на следующий год мы, я думаю, вот эти все 2094 участка предоставим людям. Жеке тұрғын үйге жер салу үшін ең бастысы ол аймаққа инфрақұрылым түгел тартылуы қажет. Қазіргі таңда ондай қажет жұмыстар Солнечный кентінде жүргізілмек екен. Соның нәтижесінде жерге кезекте тұрған 500 адам мемлекеттен берілуі тиіс. 10 сотық жерге жылдың аяғына дейін ие болады, дейді Жомарт Еркін. Кроме этого, со стороны рабочего поселка есть у нас еще земельный участок 235 гектаров, это получается южный, микрорайон Южный. Там тоже будет на следующий год уже земельные участки будут предоставляться со следующего года. Чтобы предоставить людям земельные участки, обязательно нужны коммуникации. Если не будет этих коммуникаций, зачем ему нужен этот земельный участок? Потому что не будет электроснабжения, не будет водоснабжения. Айта кеткен жөн, мемлекеттен тұрғын үй салу үшін жер алған адамдар ол жерде 3 жылдың ішінде баспанасын көтере бастауы қажет. Ал 3 жылда ол жерде ешқандай жұмыстар атқарылмаған болса, 10 сотық жер мемлекет меншігіне қайтадан қайтарылатын болады.